Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қалыптастырушы бағалаудың техникасы. Бүгінгі біздің сабағымыздың жоспары: бағалау, рубрика, дескриптор, бағалау түрлері үшін критерийлер әзірлеу, бағалау құралдары жөнінде болады. Бағалау пайымдаулар жасауды нақты өмірлік жағдаятты бейнелейтін проблеманы шешу негізінде жаңа білімдер ашуды үйрету болып табылады. Бұл ретте бұрын жинақталған білімдердің өмірлік тәжірибесін, түйсігін, өзінің интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін пайдалана отырып, ақыл-ой қызметін құруы қажет. Қалыптастырушы бағалау үдерісінде мұғалім оқу бағдарламасындағы барлық оқу мақсаттарын қамтуы тиіс. Қалыптастырушы бағалау қолданысын әр мұғалім өзі анықтайды және нәтижесіне жауапты болып табылады. Қалыптастырушы бағалауда мұғалім мен білім алушы арасында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау қосымша жаттығу немесе тестілеу жұмысы ретінде қарастырылмайды және стандартталмайды. Қалыптастырушы бағалау нәтижелері есеп беру құжаттамасы болып табылмайды. Қалыптастырушы бағалау нәтижелері білім алушылар мен олардың ата-аналарына кез келген нысанда жеткізіледі, бірақ 90-дық және жылдық баға қою барысында ескерілмейді. Сындарлы кері байланыс беру қағидаттары. Нақты оқушыларға және оқу үдерісіне қалай ықпал етеді? Уақытылы бағалауға қатысушылардың есінде әлі сақталған тапсырмаларға қатысты. Сындарлы келешекте әсіресе жағымсыз кері байланыс болған жағдайда көргіңіз келетін өзгерістер нұсқаларын ұсынады. Салдары мен өзгерістердің салдарын көрсетеді. Олар оқыту үдерісіне қалай ықпал етеді? Дамытушылық алған білімді қолдануға көмектесетін дағдыларды дамытуға бағытталған. Егер кері байланыс тиімді болса, мұғалім мен оқушы оқу мақсаттары мен күтілетін нәтижелерді нақты біледі. Кері байланыс оқушылардың мақсатқа жеңіл жол жеткізулері үшін нақты және сындарлы болады. Мұғалім оқушылардың іс-әрекетін бақылау арқылы сындарлы кері байланысқа қол жеткізеді. Тиімді кері байланыс оқушының дамуына бағытталады. Критериалды бағалау жүйесінде қолданылатын терминдер: рубрикатор, критерий, дескриптор. Рубрикатор оқытылған тақырып көлемінде оқушылардың білімін бағалаудағы критерийлер тізімі. Ал критерий оқытудың міндеттерімен анықталады және оқушының жұмыс барысында іске асыратын немесе жұмыс нәтижесінде жан-жақты меңгеріп шығуы тиіс түрлі әрекеттерінің жиынтығы. Дескриптор оқушының әр критерийі мен соған сәйкес ұпай саны бойынша білім жетістіктерін нақты сипаттап жазу. Жетістіктер деңгейін сипаттау. Рубрика айдар тарау өтілген тақырып бойынша оқушылар білімін бағалау критерийлер жиынтығы. Ол қандай да бір тақырыпты зерттеу мақсаттарымен анықталады және мазмұндық жағынан сол рубриканы ашатын критерийлермен толықтырылады. Критерийлер оқыту міндеттерімен анықталады және оқушылардың жұмыс барысында жасайтын, соның нәтижесінде жақсы меңгеруге тиіс әртүрлі іс-әрекеттерінің тізімін құрайды. Дескрипторлар оқушының әр критерий бойынша сатылы түрде нәтижеге жету деңгейін сипаттайды және оны белгілі бір ұпайлармен бағалайды. Жетістік жоғары болған сайын сол критерий бойынша ұпай да жоғары болады. Дескриптор тапсырмаларды орындау кезіндегі әрекетті көрсететін сипаттама. Дескриптор оқушының қиындықтарын анықтауға және кері байланыс ұсынуға мүмкіндік беруге көмектесуі қажет. Тапсырмалардың дескрипторлары тапсырмаларды орындаудың қай кезеңінде оқушыларда қиындықтар туындайтынын анықтауға мүмкіндік беретіндей болуы керек және бағалау кезінде мұғалімнің шешімі объективті болу үшін анық, нақты болуы қажет. Дескрипторларды тиянақтау кезінде біледі,
түсінеді, жасайды және тағы басқа сияқты фразаларды қолданбаған дұрыс. Мұндай мазмұндағы сөздер бағалауға қиындық туғызады және тапсырмаларды орындау кезіндегі нақты әрекеттерді сипаттамайды. Рубрикалар оқушылар не үшін оқитынын көрсетеді. Критерийлер оқушы нені үйрету керектігін байқатады. Ал дескрипторлар оқушы қалай жоғары нәтижеге жете алатындығын көрсетеді. Критерийлердің атауын А. Білу және түсіну, Б. Қолдану, С. Анализ және синтез, Д. Коммуникация деп көрсетеміз. Сіздердің алдарыңызда рубриканың үлгісі келтірілген. Мұнда білім алушының аты жөні жазылғаннан кейін бағалау критерийлері, оқу жетістіктерінің деңгейі көрсетілген. Оқу жетістіктерінің деңгейі 3-ке бөлінген: төмен, орташа, жоғары. Критериалды оқытудың маңыздылығы мұғалім үшін әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу траекториясын құру. Ал оқушы үшін берілген бағалау критерийлерін түсіну, қолдану жұмысын бағалай білуі. Ата-ана үшін баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы. Критериалды бағалаудың пайдасы бұл: бірінші, нақтылық, екінші, әділдік, үшінші, ынталандыру, төртінші, белсенділік, бесінші, жеке тұлға. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.